Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге осындай ханшайымдарға арналған әдемі диадема жасау үлгісін көрсеткім келіп тұр. Осы диадеманы жасау үшін бізге фетр матасы қажет болады, және де фатин мен енін 10 см, ұзындығын 55 см қылып алдым. Ободоктың негізін жасау үшін осы өлшемдерді қолданамыз. Ал енді ободокты ыстық клеймен лентамен қаптап шығамыз. Мінекей достар, біз ободогымызды осылай лентамен қаптап алдық. Енді коронаға кірісеміз. Ол үшін ақ фетр мен розовый фетрді бір-біріне ыстық клеймен жапсырамыз. Енді фетр матамызды көктеп жиырып аламыз. Енді осы дайындаған бантигімізді фетр матасына орналастырамыз. Диадемамызды әсемдеу үшін жемчуг қолданамыз. Мінекей достар, біздің диадемамыз дайын болып қалды. Енді оны ободокке жапсырамыз. Мінекей достар, біздің диадемамыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, қолдап жіберулеріңізді өтінемін.